Сәлем, бүгін біз кітап жайлы 3 факт айтатын боламыз. Бірінші факт, Google компаниясы әлемдегі барлық әдеби және ғылыми шығармаларды оқыған. Дәлірек айтсақ, 129.864.880 кітап. Не етіп кеттім, бол деп кеттім. Екінші факт, әлемдегі ең қымбат кітаптардың бірі ол Весттерский кодексі. Оны Леонардо да Винчи аспан, жер, су денелері жайлы жазылған. Бұл кітап айна әдісімен жазылған. Сол үшін бұл кітапты оқу үшін айнаның көмегі қажет. Дәл қазіргі кезде бұл кітап Билл Гейтсте. Оны ол аукционда $24 миллион сатып алған. Кім еді? Леонардо да Винчи. Үшінші факт, медицинаның ең үлкен және ешкім білмейтін құпиясы атты кітап. Бұл кітаптың ерекшелігі ол бір-біріне жабыстырылған 100 беттен тұрған. Бұны голландық дәрігердің заттарының ішінен тапқан. Дәрігер өлгеннен соң оны $10 000 сатқан. Ең қызығы, ол беттерді ажыратып көрген кезде ол бос болып шыққан. Тек қана бір сөз жазылған. Басыңды салқында, аяғыңды жылда ұста. Сонда сен ең бай дәрігерді кедей қыласың деген. Екінші факт, мен ұмытып кеттім ғой. Екінші факт қайтып. Екінші факт, мен ұмытып кеттім ғой. Екінші факт қайтып. Екінші факт, мен ұмытып кеттім ғой. Екінші факт. Қорытындылай келе, ирландықтардың сөзімен аяқтайық. Олар кітап сататын дүкендерді ашық қалдырады екен. Оның себебі, кітап оқитын адам ұрламайды, ұрлықшы кітап оқымайды. Сол үшін ұрлықшы болмай кітап оқиық. Егер видео ұнаса, каналға лайк басып, жазылып кет. Покидоки.